Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 5-те 5-ші жаттығуды орындаймыз. Бірінші жаттығудан бастайық. Бізде кернеу 10 вольт берілген, ток көзі 20 ампер. Бізге кедергіні және қуатты табуымыз керек. Бірінші кедергіні табамыз. Кедергіні Ом заңы бойынша кернеуді ток күшіне бөлу арқылы табады екенбіз. Яғни 10 вольтты бөлеміз 20 амперге. Сонда бізде 0,5 Ом шығады. Енді қуатты табамыз. Қуаттың формуласы ток күшін кернеуге көбейткенге тең. Яғни ток күші бізде 20 ампер, оны кернеу 10 вольтқа көбейтеміз. Сонда 2 ватт шығады. Енді екінші есепті шығарайық. Бізде кедергісі 80 Ом электр плитасы берілген, 220 вольтпен жұмыс жасайды. 3 литр суды қанша уақытта қайнатады, соны табуымыз керек. Яғни уақытты табуымыз керек. Енді біз бірінші формуланы жазайық. Бұл пайдалы әрекет коэффициентінің формуласы. Q бөлінген А 100%. Енді осы жерде мына формуланы ашып жазайық. Бұл Q-ді табу үшін SM дельта Т деген формуланы қолданамыз. Аны табу үшін P көбейту Т деген формуланы қолданамыз. Яғни қуатты уақытқа көбейту формуласы. Бұл жерде көбейтеміз 100%. Енді қарайық, бізде қандай мәндер жоқ, соны осы жердегі мәндерден табуымыз керек. Яғни бізде бірінші массасы жоқ, және де қуаты жоқ, қуат жоқ. Енді бірінші массаны тауып алайық. Массаны табу үшін ρ деген қолданамыз. Яғни тығыздықты көлемге көбейтеміз. Бұл судыкін аламыз, ол 1000-ға тең, оның 3 дәрежесі, килограмм метр куб. Оны бізде берілген 3 литрмен көбейтеміз. 3 литрді бірінші метр кубқа айналдырсақ, 3 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі метр кубты береді екен. Сонда 3 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб тең болады 3 килограмм. Сонда бізде массасы 3 килограмм. Енді қуатты табуымыз керек. Қуатты табу үшін кернеудің квадратын арға бөлеміз, яғни кедергіге бөлеміз. Сонда 220-ның квадратын бөлеміз 80-ге. Бұл бізде 105 ватт шығады. Енді біздегі мына формуладан біз уақытты тауып алайық. Тең SM дельта Т бөлінген П. Осыдан уақытты табамыз. Осыдан Т тең болады SM дельта Т бөлінген П мю. Енді орындарына қойып шығайық. Сонда Т тең болады. Саны бізде берілген 4200 сыйымдылық судыкін аламыз. 4200 көбейту масса біз таптық, міне массасы 3 килограмм. Көбейтеміз дельта Т дегеніміз, ол 100, яғни соңғы біз қайнауы керек қой, қайнау үшін 100 градусты аламыз. 100-ден 10-да азайтамыз бастапқы температураны. Бөлеміз, қуат 605, 605 көбейтеміз. Мынау пайдалы әрекет коэффициенті. Бұны біз 100-ге бөліп жазамыз, өйткені мына жақта 100 бар, несінде 10%-тен шығару үшін 0,6 деп алады екенбіз. 0,6 тең болады 3124 секунд шығады. Бұны минутқа айналдырсақ 52 минут болады екен. Бізге қуаты 300 ватт электр үтігін спиралін 4-1-ге қысқартып, қайта жалғады дейді. Оның қуаты енді қандай болады дейді. Бізде бастапқыны біз L1-ді L деп аламыз. L2 4-3 L болады, өйткені 4-1-ін алып тастадық, бір бөлігін алып тастағанбыз. Енді қуаттың формуласы кернеудің квадраты кедергіге бөлеміз. Енді кедергінің формуласын жазайық. Бұл бізде ρ L S-ке тең болады. Енді бірінші қуат үшін және екінші қуат үшін жеке-жеке формулаларды жазып шығуымыз керек. P1 үшін жазамыз. Бірінші тең болады квадрат бөлінген ρ L S. Сонда тең U квадрат S бөлінген ρ L болады. Енді екінші P2 үшін жазамыз. U квадрат ρ, мына жерде 3 бөлінген 3-те 4 L болады. Бөлінген S. Сонда бізде U квадрат 4-на жаққа жоғарыға кетеді, өтен бөлінімінде тұр, өткені S бөлінген ρ L қалады екен. Енді осыны біз ықшамдаймыз. 3 бар. Енді осыны P1 бөлінген P2 деп ықшамдап алайық. Сонда U квадрат S бөлінген ρ L көбейту, мынаны бұлай төңкеріп жазамыз, көбейту деген өткені 3 ρ L бөлінген 4 U квадрат S болады. Сонда барлығы бізде қысқарады. Барлығы қысқарады. Сонда жауабында 3 бөлінген 4 қалады екен. Яғни
бұл бізде 0,75-ті береді. Сонда біздегі P1-міз 0,75 P2 деген сөз. Енді осы жерден P2-ні табайық. P2 бізде ол тең болады P1-ді 0,75-ке бөлгенге ғой. Сонда 300-ді біз 0,75-ке бөлсек. Так, 400 ватт шығады екен.